Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз сіздермен ашытылған дайын қамырдан булочкидің формаларын жасаймыз. Алдымен видеодан көріп тұрғандай қамырды күлшелеп аламыз. Булочкидің формаларын да видеоға қарап жасайсыздар. Ендігі кезекте жұмыртқаның сарысына құмшекерді қосып, араластырып, піскен булочкидің бетіне жағамыз. Сонда жылтырап әр беріп тұрады. Сіздерге бүгінгі видео ұнап жатса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар, арнаға жазылыңыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.